миына көрініп тұрған сұрзат, ми қыртысы. Дәл осы қабатта біздің ақыл ойымыз туады. Сөйлеу, есте сақтау, ойлау барлығы осы жерде. Қозғалысты да ол басқарса, Аралық мидың жүрегі таламус. Ол сыртқы әлемнен келген әрбір дыбыс пен жарықты сүзгіден өткізіп, үлкен миға жеткізеді. Ал оның астындағы кішкентай ғана гипоталамус біздің ішкі тепе-теңдік. Бұл ортаңғы ми. Ол біздің көру рефлекстерін жылдам іске қосады, есту сигналдарына жауап береді және қимыл қозғалысты дәл үйлестіреді. Яғни жарықты көргенде көзіміз қалт етсе, Бұл сопақша ми. Кішкентай болса да өміріміздің күзетінде. Ол жүрек соғуын қадағалайды, тыныс алуды реттейді, жұтынуды үйлестіреді, тіпті құсу орталығын басқарады. Лев көпірі. Ми бөлімдерінің арасындағы нағыз дәнекер. Ол қимылды ғана емес, өмірлік маңызды тыныс алуды да реттейді. Ми қыртысынан келген ақпарат көпір арқылы сопақша миға өтеді. Ал біздің қозғалыстың дирижері. Ол бұлшықеттердің жұмысын біріктіріп, әр қимылды дәл үйлесімді етеді. Мишықтың арқасында біз допты дәл соғамыз, тепе-теңдікті сақтаймыз, гитарада әуен тартамыз.